Баяғыда бір ауылда шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың Айгүл деген немересі болды. Бір күні құрбылары орманға саңырау құлақ пен жидек теруге жиналды. Олар Айгүлді де өздерімен бірге шақырды. Ата әже, мені құрбыларымен бірге орманға жіберіңіздерші, деп рұқсат сұрады кемпір шалдан Айгүл. Жарайды, бар, деді атасы. Бірақ құрбыларыңнан қалма, әйтпесе адасып кетесің, қосты әжесі. Солай қыздар орманға келді. Саңырау құлақ пен жидек тере бастады. Ал Айгүл бір ағаштан екінші ағашқа, бір бұтадан екінші бұтаға өтіп жүріп, байқамай құрбыларынан алыстап кетті. Құрбыларын шақырса, ешкім жауап бермеді. Орман ішінде ұзақ жүріп, Айгүл мүлде адасып кетті. Ақыры орманның ең қалың жеріне жетіп, кішкентай бір үйшікті көрді. Есігін қақты, ешкім жауап бермеді. Итеріп қалса, есік ашылып кетті. Айгүл үйге кіріп, терезенің түбіне отырып ойлады. Бұл жерде кім тұрады екен? Неге ешкім жоқ? Ал бұл үйде үлкен қасқыр тұратын. Бірақ ол үйде болмады. Себебі ол орманда аң аулап жүрген еді. Кешке оралған кезде қасқыр Айгүлді көріп, қатты қуанды. О, енді мен сені ешқайда жібермеймін. Менде тұрасың. Пеш жағып, ет асып, мені тамақтандырасың. Ал істемесең, мен сені жеп қоямын, деді қасқыр. Айгүл жылады. Бірақ амалсыздан қасқырдың үйінде қалуға мәжбүр болды. Қасқыр күнде орманға кетеді. Ал кетер алдында Айгүлге қатаң ескертіп айтады. Үйден ешқайдан шықпа. Егер кетіп қалсаң, бәрібір ұстаймын да жеп қоямын, деп орманға кетеді. Айгүл ойланып, қашудың жолын табуға тырысады. Бірақ айнала қалың орман, қай бағытқа бару керектігін білмейді. Ақыры ойлап бір шешім табады. Бір күні қасқыр орманнан қайтып келгенде, Айгүл оған былай деді. Қасқыр, мені бір күнге ауылға жіберші, атам мен әжеме сарқыт апарып берейін. Жоқ, деді қасқыр, сен орманда адасып кетесің. Сарқытыңды маған бер, мен өзім апарып беремін, деді қасқыр. Айгүлдің күткені де осы еді. Ол үлкен бір себетке көп бауырсақ пісіріп салды да қасқырға былай деді. Міне көрдің бе, мен бауырсақтарды осы себетке салдым. Сен оларды атам мен әжеме апар. Бірақ есіңде болсын, жолда себетті ашпа, бауырсақты жеме. Мен ағашқа шығып, сені бақылап отырамын. Жарайды, деді қасқыр. Бер себетті. Сол кезде Айгүл қасқырға былай деді. Әуелі үйдің алдына шығып, жаңбыр жауып жатқан жатпағанын қарашы.
деді ол. Қасқыр есік алдына шығып кеткенде, Айгүл тез себеттің ішіне кіріп, үстіне бауырсақ салынған табақты қояды да үндемей отыра қалды. Қасқыр қайта кіріп, дайын себетті көтеріп алды да ауылға қарай жолға шықты. Ол таудан төмен түсіп, содан кейін көтеріліп, ұзақ жүрді. Әбден шаршаған соң, осы жерде біраз отыра тұрайын, бір бауырсақ жеп алайын, деді қасқыр. Бірақ себеттің ішінен Айгүл дауыстады. Көріп тұрмын, жолда отырма, бауырсақ жеме, атам мен әжеме апар. Ой, қандай үлкен көзді, алыс көреді, деп таңғалды қасқыр. Себетті қайта көтеріп, әр қарай жүрді. Біраздан соң тағы шаршап, қайта отырғысы және бауырсақ жегісі келді. Осы жерде біраз демалайын, бауырсақ жейін, деді қасқыр. Ал Айгүл тағы дауыстады. Көріп тұрмын, жолда отырма, бауырсақ жеме, атам мен әжеме апар. Қасқыр таңғалып, қап, неткен қу, өзі биікте отырып, бәрін көріп тұр, деді ол қайта жолға шығып. Қасқыр ауылға жетіп, Айгүлдің атасы мен әжесі тұратын үйді тауып, қақпаны қатты соқты. Ашыңдар, мен сендерге Айгүлден сарқыт әкелдім, айғалады қасқыр. Бұл кезде ауылдың иттері қасқырдың иісін сезіп, оған қарай жүгіріп, қатты үріп, қасқырға ұмтылды. Бүкіл ауылдағы иттер шығып, оны қоршап алды. Қасқыр қорқып кетіп, себетті қақпаның алдына қоя салып, орманға қарай қаша жөнелді. Ал шал мен кемпір себетті ашып қараса, ішінен тірі, сау саламат Айгүл шықты. Олар немерелерін құшақтап, сүйіп, қатты қуанды.